Абайды білмейтін қазақ кемде кем. Неге абай? Кәсіпкер де, мал шаруашылығымен айналысатын қара табан қойшы да барлығы абай дейді. Неге абайдан бәрі өзінің сұрағын, жауабын табады? Себебі абайда күллі өмірдің негізі, күллі болмыстың мағынасы жатқан асыл дініміздің құндылықтары. Біз де кәсіп жасай жүріп, абайдың шығармашылығынан көптеген дүниелерді үйренуіміз керек. Оған мысал ретінде бүгін сіздерге екі өлеңді ұсынғым келіп отыр. Бұл менің жалпы табиғатымда мамандығыммен сіңген, өмірдегі осы жасыма дейін белгілі дәрежеде түсінген дүниелер. Бірінші өлең. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары, саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын қиғалы, еңбекпен етті ауыртпай құр тілменен жиғаны, өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей не сөнер, сиырша тойса мас болып, өреге келіп сүйкенер, күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекек деп, секе кетем деп, шошқа туар сөздері. Байқап тұрғандарыңыздай, тура осы өлеңде қазіргі кездегі біздің замандастарымыз, қазіргі кездегі жастардың болмысы жатқандай. Неге олай? Сонау абайдың заманындағы жастар мен қазіргі жастардың бірдей болғандығы ма? Жоқ. Бұл жерде абайдың күллі жаратылыстан бастап сол ақиретке дейінгі болатын болмысты өзінің өлеңде кіргізе алуында жатыр. Бұл жерден біз не түсінеміз? Қазіргі жастар бірін аяғынан шалу, немесе күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері дейді. Көріп отырғандарыңыздай, көп дегендеріңіздің, кез келгендеріңіздің айналаңыздағы таныстарыңызда осындай адамның бар екендігіне бәстігеміз. Ал кәсіпке келгенде не қатысы бар деп отырсыздар ғой. Сіз кәсіпкер ретінде қазіргі кезде жеке тұлға бренд болу жолында сіздің лексикалық құндылығыңызда осындай шошқа туғызатын, абайша айтқан кезде өте кір сөздер, боқтық сөздер болмауы керек. Бұл камераның алдында ғана емес, күнделікті өміріңізде, айналаңыздағы командаңызбен жүрген кезде, сіздің әсіресе ашуланған кезіңізде бұл сөздер алдыңыздан шығып кетпеуі керек. Бұны абай ескертеді. Екінші өлең. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, боқтан сасық боласың өлсең тағы, менімен сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы, кеше балайын келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде мұнан басқа. Адамды сүй Алланың хикметін сез. Бұның да кәсіпке жалпы екі қатысы бар. Үлкен, ұлы кәсіпкерлердің жалпы кәсіпкер деп өзінің формасын қалыптастырған адамдардың ішінде қайырымдылық жасап, қоғамға пайдасын тигізбеген адам жоқ. Кәсіпкерлік пен қайырымдылық, жақсылық жасау бір ұғым. Егер де ол қайырымдылық жасамаса, адамзатты өзінің бауырындай сүймесе, ол кәсіпкер емес. Кәсіпкердің басты құндылығы адамдарды сүю арқылы олардың проблемасын шешу, олардың мәселесін жеңілдету. Егер де сіз адамзатты, өзіңіздің туғаныңызды қалай сүйесіз, дәл солай сүйсеңіз, адамзатты сүйсеңіз, әлемдік деңгейдегі кәсіпкер болады. Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Тони Роббинс сияқты үлкен спикерлер мен кәсіпкерлерді алып қарасаңыз, олар өздерінің тапқан табысынан қайырымдылыққа миллиардтап ақша шығарады. Неге деген сұрақ туындайды. Яғни олар адам затты өзінің бауырындай сүйе білген.